Шіркін, музыка жанның емшісі емес пе? Қазақ пен музыка егіз ұғым іспетті. Бұл шығарманың атауы Анашым. Қазірде бұны мен емес, өзінің авторлық туындысымен Нұрәлі Бейсеқожаев орындап отыр. Біз бүгін бейтаныс айдарында ағайынды композиторлар Ғаламат және Нұрәлі Бейсеқожаевтардың шығармашылығымен таныс болмақпыз. Әлемдік музыка тарихында талантымен таң қалдырған бала композиторлар жеткілікті. Біздің елде де дарынды күйші композиторлар өсіп келеді. Ағайынды Ғаламат және Нұрәлі Бейсеқожаевтар бұл күнде Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған музыка мектеп-интернатында тәлім алуда. Екі баламыз да өте талантты отбасынан шыққан. Бұл балаларды мектепке әкелер алып келген 5 жыл бұрын. Нұрәлін 1-ші сыныпқа, Ғаламатты 5-ші сыныпқа. Нұрәлі скрипка аспабына бөлдікті, Ғаламатты домбыра аспабына. Екеуінде мен емтиханда болдым, қабылдау емтиханында. Дарындары сол кішкентай кездерінде көрініп тұрды. Бізде өзіміз балаларға емтихан болады, жаңағындай дауысын тексереміз, слух дейді, есте сақтау қабілеті, ритм деген өзімізге керек, сондай қабілеттерін тексереміз. Барлық жағынан да өте жақсы болып мектепке түсті. Ғаламат 15 жаста, 20-ға тарта күйі бар, домбыраның құлағында ойнайды. Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрімен өткен жылдың желтоқсан айында үлкен кешін де беріп үлгерді. Домбыраны алғаш 6 жасымда үйрендім. Ең бірінші күйім 11 жасымда атамның алдында туды. Сөйтіп, Орынқол атам өзі сол күйдің атын қойып берген, Жеңіс деп. Содан бері міне 20 шақты күйім бар, әндерім де бар. Ал енді өзімнің атадан мұра атты күйімді орындап берейін. Музыка мамандарының жоғары бағасына ие болған жас өнерпаз республикалық Махамбет оқуларында Махамбет жеңіс күйлерімен топ жарған. Ғаламаттың ағасы Нұрсат Бейсеқожаев та көпшілікке танымал күйші, ал інілері Нұрәлі болса небәрі 11 жаста. Балалық шақ атты бұл шығарма бала композитордың өз туындысы. Жан жүйеңді елітіп, еріксіз балалық шақты көз алдыңа келеді. Ағаларының айтуына қарағанда, Нұрәлінің әлемі бөлек. Күнделікті үй тапсырмаларын орындап болғаннан кейін өз әлеміне, музыка әлеміне еніп кетеді екен. Менде қазір 19 шығармам бар. Қандай атаулар? Өзің ең жақсы ұнайтындары қайсысы? Маған қазір шығарғаным қазақша бар, сосын мен мектебім бар. Сосын соңғы қоңырау бар менде. Соң жас деген бар мен шығармам. Сосын мен ансамбльмен концертте тәуелсіздіктің вальсінде ойнағам. Жас өнерпаз музыка мектебінде скрипкадан жеке сабақ оқиды. Болашақта осы аспаптың маманы болмақ. Скрипкамен туған туындылары да ерекше. Ағайынды композитор Ғаламат және Нұрәлі Бейсеқожаевтар қазақ атын әлемге танытуды арман етеді. Бәрекелді, өркенің өссін. Мінекей, қадірменді көрермен, біз бүгін қазақ классикалық музыка өнерінің корольдері саналған Шәмші мен Нұрғиса аталардың ізін жалғап келе жатқан Ғаламат және Нұрәлі Бейсеқожаевтармен таныс болдық. Қазақ елінің осындай талантты жастары барда, елдің ертеңі жарқын болатындығы хақ. Арман Құдайберген, Елдар Мұқашев, Күліп оян, Алматы.